Сәлем достар, сіздермен бірге Аружан. Бүгінгі видеода біз фаршированный баклажанды жасаймыз. Ең алдымен баклажандарымызды екіге бөліп аламыз. Баклажандарды видеода көрсетіліп тұрғандай кесіп, пістемамен майлап, бетіне тұз себеміз. Дайын баклажандарымызды духовкаға 40 минутқа жібереміз. Енді начинкасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге пияз бен помидор керек. Жақсылап бәрін майдалап турап аламыз. Сковородкамызға сұйық май құйып, пияз, фарш және де помидорымызды жақсылап қуырамыз. Фаршымызға кішкене томат қосамыз, және де тұз, бұрыш, қалған специяларымызды қосасыздар. Сырды теркадан өткізіп аламыз. Сырдың жарты бөлігін фаршқа қосамыз. Духовкадан шыққан баклажандарды вилкамен езіп аламыз. Үстіне фарш қосамыз, және де сыр себеміз. Үстіне сыр сеуіп болған соң 10 минутқа духовкаға қайтадан жібереміз. Сіздермен бірге болған Аружан, барлықтарыңызға ас болсын.